Кеше мені құрбым, яғни подругам, қонаққа ауызашарға шақырды. Мен онымен 22 жылдай таныс екенмін. Екеуміз кезінде Қостанайда кезінде бірге қызмет атқардық. Өте білікті, білімді маман және өте жақсы адам. Көрмегеніме біраз болды, 3 жылдай болып қалды, сондықтан осындай кішігірім сыйлық апарамын деп шештім. Оған қоса біз қазақ қонаққа барғанда міндетті түрде сыйлық не шашу апарамыз. Мына жерде неге шорамал деп ойлайтын шығарсыздар. Өйткені бұл жақта сіңлілер тұрады, оларға да сыйлық апарайын деп шештім. Өзім фудблогер болғандықтан ыдыс-аяққа және кухняда пайдаланатын заттарға жақынмын. Және құрбыма да осындай затты сыйлаймын деп шештім. Бұл яғни сковородканың қақпағын және тамақ дайындап жатқанда қасықты қоятын өте пайдалы дүние. Сыйлықтарды дайындағаннан кейін өзім сәнделуге кірістім. Онсыз тағы болмайды. Айтпақшы, құрбым жаңа пәтер алды, мынадай керемет жаңа ауданда тұрып жатыр. Мен де келешекте осындай тамаша ауданнан пәтер алғым келеді, сондай ниетім бар. Сіздер де тілектес болыңыздар. Подъездің іші кәдімгі үй пәтер сияқты. Тап-таза, тып-тыныш, жып-жылы және мынадай ұлттық нақыштағы суреттер ілініп тұр. Ал лифтінің алды кәдімгі тап-таза анық айна. Ал айна көрсек біз не істейміз? Әрине сызылып, майысып, сәнделе бастаймыз. Шыны керек, кейде жасымыз нешеде екенін ұмытып кетеміз. Құрбымның пәтері маған өте қатты ұнады. Кең, жарық, жып-жылы. Мынау ас үйі. Маған пәтердің ішінде ең ұнайтын жер бұл ас үй. Мінекей құрбым қонақтарға тамақ дайындап жүр. Қазір дастарханда сіздерге көрсетіп жіберейін. Мінекей мынадай сүрленген, тәп-тәтті, тіл үйірер ет жедік. Одан кейін мынау құрбым өзі пісірген торттармен, пирогпен шай іштік. Білмеймін, неше кесе шай ішкенімді білмеймін, бір 15 шақты кесе шай ішкен шығармын. Мінекей мына пирогты, тортты өзі пісірген екен. Енді дәмі керемет, мен ондай пирог, торт пісіре алмайды екенмін. Және маған өте қатты ұнағаны талқан. Талқанның дәмі өте керемет. Мынау ауыл майы, соны талқанмен араластырып шай іштім. Керемет отырыс болды.